бұл қазақша кино-шоу арнасы. арнаға жазылыңыз, пікір білдіріңіз, достарыңызбен бөлісіңіз. енді ғана бір-біріне ғашық болып өмірдің қызығын көріп бастаған кезде 1980 жылдың мамыры олардың өмірін мәңгіге өзгертті. Романның аты «Майская июнь» деп аталады. 2021 шыққан оңтүстік кореялық драма. Сюжеті 1980 жылдың мамыр айында Кванчжоу қаласында тарихи оқиғалар аясында өрбитін махаббат хикаясы баяндалады. Фильмнің сюжеті оқиға Кореядағы Кванчжоу көтерілісі кезіндегі саяси толқулар уақытында өрбиді. Хван Хите Сеул ұлттық университетінің талантты медицина факультетінің студенті. Ол бостандықта сүйетін, дәстүрге қарсы шығатын мінезімен ерекшеленеді. Ким Мён Хи өздігінен өмір сүріп жүрген ерік-жігері мықты медбике. Екеуі кездейсоқ танысып, махаббаттың қиын жолына бірге түседі, бірақ олардың өмір жолы сол кездегі саяси оқиғалармен тығыз байланысты. Бұл махаббаттарына үлкен сынақ болады. Көрермендер дораманы шынайы әрі әсерлі сюжетін, актерлардың тамаша ойынын жоғары бағалаған. Бұл дорама махаббат пен тарихтың тоғысында өрбіген оқиғаларды бағалайтын көрермендерге ерекше әсер қалдырады. Негізгі ойлары: әлем өзгерсе де махаббат мәңгілік, адамның еркіндікке ұмтылысы ешқашан тоқтамайды.